Сәлем қыздар, бүгін біз осындай ыстық күнде пайдалы және өте керемет болатын құлпынайлы смузи жасаймыз. Ол үшін бізге 300 грамм құлпынай, 2 банан және 150 мл сүт қажет. Және міндетті түрде блендер болу керек. Құлпынайды жақсылап тазалаймыз және ыдысқа саламыз және блендермен жүргіземіз. Келесі 150 мл сүтті құямын және бананды саламын. Барлығын блендермен жақсылап араластыру керек. Өте дәмді шығады, міндетті түрде қайталап көріңіз, жанұяңызға міндетті түрде жасап көріңіз.